Әбділда Тәжібаев 1909 жылы Ақмешітте, қазіргі Қызылорда қаласында дүниеге келген. Әкесі Тәжібай қайтыс болғаннан кейін, анасы Айманкүлдің қолында қалып, жағдайына байланысты 6 жасар Әбділданы қала сыртындағы Қараөзек деген жерге тұратын төркініне алып келді. Әбділда 13 жасына дейін шешесі Айманкүлмен нағашы атасының тәрбиесінде өседі. Жас Әбділданың өлеңге, әдебиетке деген құштарлығын оятқан өз анасы менен нағашы атасы. Әбділданың анасы араб, парсы тілдерін жақсы білетін сауатты, көзі ашық, көңілі сара кісі екен. Әбділдаға өзі хат танытып, әдебиет үлгілерін оқытып үйретті. Ал 1922 жылы Қызылорда қаласындағы жаңадан ашылған жетім балаларға арналған интернатқа қабылданды. 30 жылдары ақын көп оқып, шығармаларының көркемдік сапасы жағынан да айтарлықтай биікке көтеріліп, жинақтары бірінен соң бірі жарық көре бастады. Қазақ әдебиетінің сол кездегі маңдай алды таланттарының біріне айналған Әбділданы дарын сырын танғыш көрген Мұхтар Әуезов қазақ поэзиясына әсерлі, сапалы, көркем бір ағым кіргізіп келе жатқан ақын деп бағалады.